Енді біз қалай үйренеміз? Тек қана қателесу арқылы үйренеміз. Және де мынандай ұғым бар ғой, тек қана ешнәрсе жасамайтын адам ғана қателеспейді. Бірақ оның өмірлік ұстанымы да қате. Өйткені ол ештеңе жасамай отыр ғой. Ол дұрыс емес қой деген секілді. Сонда біз мектепте болсын, өмірде болсын, мына қателесу құқығын мойындауымыз керек. Тек қана қателесу арқылы біз үйренеміз. Енді мен де айтатын, мына адамзат тарихында жалғыз мінсіз адам болған ғой. Мысалы пайғамбарымыз алейхисалам енді әл кәмил әл инсан дейді, яғни мінсіз адам деген сөз ғой. Ал қалғандарымыздың бәрі мініміз бар, бәріміз қате жасаймыз. Сондықтан да бұл жерде менің ойымша мына жасасын қателік деген қағиданы мектепте негізгі ұстанымдардың бірі ретінде қабылдайтын болсақ, бұл оқушыға да мұғалімге де көмектесетіндігі хақ.